Сәлем балақай, менің каналыма қош келдің. Бүгін алтын сақа ертегісін тыңдайтын боласың. Видеоны соңына дейін қара. Алтын сақа. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарыға жүріп перзенті болыпты. Бай бір күні жылқысын суаруға келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасына ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: «Ат басындай алтын берейін, қоя бер», дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. «Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер». Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: «Енді не берейін?» дейді бай. Кемпір айтады: «Жалғыз балаңды бер, жіберейін», дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: «Балаңды қай жерде бересің?» дейді. Сонда бай: «Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырасың». Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді. Жалғыз баласын алтын сақасын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. «Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой». Бала бармақшы болады да әкесінен: «Әке, қандай тайға мініп барайын?» деп сұрайды. «Жылқышыдан сұрап мін». Жылқышы балаға: «Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін» дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шетте бір қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылып тартқанда бесті ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзі ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: «Шеше, анау жатқан сақанды алып берші», дейді. Сонда кемпір: «Шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын», дейді. Сонда бала: «Мен жастықтан түссем, міне алмаймын, мінсем, түсе алмаймын», дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып
жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанында бара бергенде бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: «Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал», дейді. Кемпір жатады. Түлкі тісті суға атады да, қазған шұңқырды қайта бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: «Шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын», дейді. Сонда жалмауыз кемпір: «Сен кетпеніңді алып қашып кетесің», дейді. Сонда түлкі: «Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар», дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені жоқ, түлкі де жоқ. «Алда, ойбай-ай, алдаған екен ғой», деп тағы да бір тісін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын аша, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза құлатуға жақындайды. Бір уақытта баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: «Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен зорғылар, жайлаудағы бес төбетіме қабір айта бар, мені жалмауыз кемпіштен ашалап алсын», дейді. Сонда қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір кезде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кетеді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесіне әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы үйе салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырманы айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жақындатқан, енді құлатуға таяу тұр, дейді. Қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтеректе жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып, жүнін шығарып, талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгенін әке-шешесіне қатты қуанып, ел жұртын жиып үлкен той қылады. Бұдан бұлай неше күндер өткен соң баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе шешесінің жүн-жүні шығып, өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерде қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауылдың жақын екенін біліп, ол жүріп келеді. Иттердің ізі тұп-тура байдың қорасына алып барады. Бұл кезде қораға баяғы жалмауыз кемпірдің қызының келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұрып ұмтылады. Қыз кемпірдей емес, өте күшті екен.
бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші рет атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп жалмауыздан мәңгі құтылады.